Және Тараз қаласының орта ғасырлардағы сәулеттік құрылыстарының бірі ерте ислам дәуірінің мешіті және оған қосалқы салынған керуен сарайы. Қазіргі Тараз қаласының орталық бөлігінде Төле би көшесінің бойында Қарахан кесенесіне жақын жерде орналасқан. Ескерткіш 2017 жылы Қазақстанның киелі жерлері географиясы жобасы аясында Қазақстанның өңірлік қасиетті нысандар тізіміне енген. Жазба деректері бойынша 893 жылы Исмаил ибн Ахмад Таразға әскери шабуылдар жасап, көптеген қиындықтар туғызады. Тараз әмірі елін аман алып қалу үшін соғыссыз беріліп 10 мың қалың жұртымен ислам дінін қабылдайды. Осы кезеңнен бастап басқа діндердегі ғибадатханалар мен христиандық шіркеулер толығымен ислам мешіттеріне жасақтанады. Өлкеміздегі тарихи мәдени нысанымызды тамашалауға шақырамыз. Бұл кезең жазба деректер бойынша 9 ғасырдың аяғында Таразды саманиттер жаулап алған уақытпен тұспа-тұс келеді. Жазба деректер бойынша 893 жылы Исмаил ибн Ахмад Таразға әскери шабуылдар жасап, көптеген қиындықтар туғызады. Тараз әмірі елін аман алып қалу үшін соғыссыз беріліп, 10 мың қала жұртымен бірге ислам дінін қабылдайды. Осы кезеңнен бастап діндегі ғибадатханалар мен христиандық шіркеулер толығымен исламдық мешіттер ретінде қайта жасақталған. В древнем Таразе во время правления тюркских хаганов мирно жили многие религиозные сообщества. В X веке Аль-Махдиси писал: «Тараз – большой укрепленный город со множеством садов, густо заселенный. У него ров 4 ворот и населенный Рабат, а в нечетном центре рынка видна большая мечеть». В письменных источниках упоминается, что Исмаил ибн Ахмад пошел войной на Тараз в 893 году, создав много трудностей. Для того, чтобы сохранить свой народ, эмир Тараза сдался на милость победителя и со всем своим населением в 10 000 человек принял ислам. According to written sources, Ismail ibn Ahmad raided on Taraz in the end of the 9th century. The ruler of Taraz, together with 10,000 inhabitants of the city, accepted Islam for preservation of the independence. Since that time, all religious buildings and Christian churches have been rebuilt into Islamic mosques. The mosque and caravanserai in the center of Taraz are rebuilt monuments, the appearance of which had changed during the penetration of Islam. During the research work, the caravanserai building was discovered, which was rebuilt and restored 3 times. In 2016, restorations and museum works were carried out of the monument, and now they are favorite tourist destinations.